Құрметті ағайын, құрметті достар, мынау келген әз Наурыз мейрамы құтты болсын. Әрқайсыңызға жақсылық тілеймін, денсаулық тілеймін. Жаңа жыл бәрімізге жақсылық әкелетін болсын. Осы мүмкіндікті пайдаланып, қайтадан мен мыңдаған маған тілекші болған, мен үшін дауыстарын берген бауырларыма, менің жерлестеріме ризашылығымды білдіргім келеді. Ризамын. Шынымды айтқанда, халық арасында енді қолдайтынын мен білдім, бірақ та соншама қолдауға қол жеткіземін деп ойлаған жоқпын. Ризамын халқым. Өткенде бір интервьюларымда қайта-қайта айтқанда, маған маңыздысы сол әлгі мәжілістегі кресло емес, маған маңыздысы өзімнің пікірімді, өзімнің зөңгілестерімді, сырластарымды біріктірсем, сондай кісілер мені қолдайтын бар ма жоқ па, соны зерттеп анықтауым деп. Шынымен мынау тест-драйв жасадық, жаңа Қазақстан деген не екен, және менің идеяларымды, менің ұстанымды қолдайтын азаматтардың саны өте зор екеніне әбден көзім жетті. Сіздер де байқаған шығарсыздар оны. Сондықтан мыңда бір рахмет халқым. Сенімдеріңізді ақтаймын, мынау күресімді ары қарай жалғастырамын. Өздеріңіз білетіндей, мен таза жеңдім, билік менің жеңісімді ұрлады, сасқан үйрек артымен жүзеді дейді ғой, сол сияқты неше түрлі заң бұзушылыққа да қол жеткізуге тура келді оларға. Сондықтан біліп жүріңіздер, мен енді халық сайлаған депутатпын. Жарайды, оны әлгі орталық сайлау комиссиясы мойындамасын. Қазір біз жеңілісімізді мойындаған жоқпыз, мен мойындамаймын да ешқашан. Менің заңгерлерім сол орталық сайлау комиссияға қазір талап қойып жатыр. Бүкіл сол 180 участоктен протоколдардың көшірмесін берсін деп, өзіміздің қолымыздағы протоколдармен салыстырамыз. Тағы басқа заң бұзушылықтарды анықтаймыз, кімнің кім екенін дәлелдейміз. Көп дәлелдеріміз бар деген сияқты. Маңыздысы ол емес. Маңыздысы біздің халық баяғы момын халық емес. Халық өзінің пікірін айтып жатыр. Мыңдаған кісілер маған хабарласып, өзінің дәл мендей келіспейтіндігін, маған менімен бірге екенін түсіндіріп жатыр. Далаға шығайық деп жатыр айналайындар. Енді Наурыз кезінде бәрін мен көшеге шығарғаным дұрыс болмас, бірақ та осы біздің менің штабымда істейтін заңгерлердің талаптары орындалмаса, егер біздің жүгінген сот жүйесіне арыздарымыз қабылданбаса, немесе қанағаттандырылмағаса, онда әрине біз митингқа да шығамыз, әділдікті талап етеміз. Ол тек қана Шураев Арманның ғана талабы емес, бүкіл халықтың талабы болып есептеледі деп білемін. Сондықтан ағайындар, мен мұңаймаймын, сіздер де мұңаймаңыздар. Рахмет жылы сөздеріңізге, берген баталарыңызға ризамын. Қазақ болып туғаныма ризамын. Өздеріңе батыр, біреулеріңе бауыр, біреулеріңе іні, біреулеріңе аға болып жүргеніме ризамын. Аман болайық, тағы да айтқан мынау тілектеріңіз бәрі қабыл болсын. Жаңа жыл бәрімізге жақсылық әкелсін. Енді тек мен емес, көп менде алатын қазақтың батыр ұл-қыздары өте алмады. Неше түрлі сайлауда жасалған биліктің кесірінің арқасында. Бір қуаныштысы, сол әлгі су жаңа мәжіліске қайтадан бір отар қойға айналған бір бақташы пайда болды. Мен сіздерге айтайын, мен бұл жерде Ермұрат Бапи ағамды меңзеп отырмын. Ермұрат Бапи шынымен осы соңғы 30 жыл кәдімгі ұстанымын өзгертпей келе жатқан қайсар қазақтардың бірі. Біреу әлгі сыншы көп дейді ғой біткен іске. Болса да мен білетін Ермұрат Бапи сынбайды, мойындады билік оның адал азамат екен, батыр екен. Мүмкін сол кісі өтпесе, онда шынымен халық көтерілетін сездім. Әйтеуір Ермұрат ағам менің әріптесім, журналист. Сол кісіден кезінде бәрімізді жас журналистер үлгі алғанбыз. Қазір
өзімнің сырласым, зөңгілесім. Сол кісінің өткені де бүкіл қазақ үшін абырой. Сол кісіні қолдап жүрейік, ағайындар. Болар елдің ерлері бір-бірін батыр дейді. Мен үшін Ермұрат Бапи нағыз қазақтың батырларының бірі. Сол кісінің тілеуін тілеу, сол кісінің айтқанын, сөздерін қолдап жүрейік, ағайындар. Наурыз құтты болсын. Біз біргеміз, берік іргеміз. Біз жеңеміз.